Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен пахлава жасап үйренеміз. Өте дәмді болып шықты. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнға разғырғы жел мен ванилий сахар қосып араластырамыз. Үстіне сары май қосып, қолмен үгітінді жасаймыз. Үгітіндіміз дайын болды. Енді 2 жұмыртқаны сарыуыз мен қаймақты қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр осындай жұмсақ болу қажет. Енді қамырды целлофанға салып, осылай жайып, холодильникке салып қоямыз. Енді құрақ ыдыстағы 3 жұмыртқаның ағуызына шым-шым тұз қосып мисерлейміз. Құмшекер қосып, аппақ болып 2 есе көтерілгенше тағы да мисерлеп аламыз. Осылай ағарып, өз формасын ұстап тұру қажет. Грек жаңғағын осылай майдалап үгітіп аламыз. Енді қамырды осылай 4-ке бөліп жаямыз. Жайған қамырды табаға салып, жан-жағына жеткізіп шығамыз. Үстіне ағуызды жаямыз. Және жаңғақты сепіп шығамыз. Үстіне қайдадан қамырды жайып саламыз. Ағуызды жағып, жаңғақ себеміз. Осылай жалғастыра береміз. Енді сарыуызға кішкене сүт қосып, қамырдың бетіне жағып шығамыз. Бетін видеодағыдай пышақпен жүргіземіз. Кесуге болмайды, тек үстін кішкене басамыз. Осылай қиғашынан 4 пұшты етіп кесеміз. Бетіне жаңғақ қойып 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай піскен соң суға құмшекер қосып ертіп, бетіне жағып, тағы да 15 минут пісіріп аламыз. Осымен пахлава дайын болды, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Видеомды лайк басып, арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрсұлу.